білім беру басқармасының ұйымдастыруымен Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжде әдебиеттанушы филология ғылымдарының докторы Бекмұрат Уақатовтың рухына арналған ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Тұлға қалыптастырудағы адалдық феномені атты шарада ғалымның өмір жолы мен адал азамат бағдарламасының сабақтастығы кеңінен талқыланды. Конференцияға өңірдің балабақша және мектеп педагогтері, магистранттар және колледж студенттері қатысты. Жергілікті жоғары оқу орындарының ғалымдары, жерлес туыстары мен ардагер зерттеушілер арнайы шақырылды. Бекмұрат Уақатовтың еңбектері, сирек қолжазбалары мен өмірінен сыр шертетін деректер ұсынылды. Бекмұрат Уақатовтың жалпы өмір жолы, ғылыми еңбектері, оның әдебиеттануға қосқан үлесі өте зор. Оның фольклор танушы ретіндегі еңбектері кез келген қазақ тілі мұғалімдеріне, оқытушыларына, қазақ тілі әдебиеті бөлімінде оқитын шәкірттерге үлкен бір таптырмас мұра болып табылады. Олар өздерінің тәжірибесінде оның еңбектерін өте жаңағы қолданады. Бүгінгі конференция соның айғағы. Ең алдымен конференцияның мақсатын айтатын болсақ, ол ғалымның есімін паш ету және оның артында қалған мұрасын насихаттау. Бейсен Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжін алатын болсақ, бізде бүгінгі таңда Бекмұрат Уақатовтың шығармашылығы және еңбектері деген факультатив сабақтар өткізілуде. Және қазақ тілі әдебиеті бөлімінде арнайы халық ауыз әдебиеті үлгілерін практикалық жүзеде қолдану тәжірибешілікте осы Бекмұрат Уақатұлының еңбектері кәдімгідей мұғалімдерге үлкен бір көмекші құрал болып табылады. Бекмұрат Уақатұлына қадірлі мұра атты көрме таныстырылды. Қатысушылар ғалымның шығармашылық жолын, ғылыми жаңалықтарын және фольклор тану саласына қосқан үлесін жан-жақты талдады. Біздің баяндамамыздың аты Мұхтар Әуезовтің талантты шәкірті деген атаумен берілді. Шынында дағы байқап қарасақ, Бекмұрат Уақатовтың Мұхтар мектебінің мақтанышы деп атауының өзінде үлкен бір сыр бар. Біріншіден, Бекең біздің өңірде туып өскенмен мектепті Алматы шаһарында бітірген. Жаңағы өмір жолында көрсетілгендей, ағасының құрметімен, қамқорлығымен Алматыда мектеп бітіріп, солдағы филология факультетіне қазірге түсіп, оны үздік шәкірт ретінде бітіргендіктен аспирантураға қалдырылады. Міне осы тұста шынындағы олсыз Бекмұрат өзінің шығармашылық жолын байқап білгенде іспетті. Бекмұрат Уақатов небәрі 52 жыл ғұмыр кешсе де, артына өшпес мұра қалдырған тұлға. Оның еңбектері түркі халықтарының мәдени мұрасын зерттеуде маңызды дереккөз саналады. Сабина Жолдаспаева, Алексей Мехедов, ертіс ақпарат.